Комбинат демекші Қазақстан Даму банкі Жәйрем тау-кен байыту комбинатының алғашқы кезеңінің құрылысын қаржыландырмақ. Құны 424 миллион ақш доллары болатын жоба алдағы 2 жылда Қарағанды облысында бой көтереді. Жаңа тау-кен комбинаты еліміздің тау-кен металлургия кешені үшін аса маңызды жоба индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге аспақ. Бұл жолы Казцинк компаниясы қазақстандық несие көздерін таңдап отыр. Алғашқы кезек 352 миллион доллар және шамамен 100 миллион доллар Қазақстан Даму банкі бөлген қарыз. Несие мерзімі 7 жыл. Қазақстан Даму банкі басшысының айтуынша банк теңгемен қаржыландыруды ұсынған. Болат Жәмішев жобаның екінші кезеңіне өзге де банктерді тартуға болады дейді. Олар қаржыландыруға қатысуға дайын. Біз Қазақстан Даму банкімен келісімге қол қойдық. Қаражаттың бір бөлігін екінші деңгейлі банктерден алып, 50%-дан астамын өзіміз қаржыландырамыз. Шығыс Қазақстандағы кен орнындағы жұмыстың тиімділігі төмендеуі мүмкін еді. Ресурстық базаның қоры азайып келеді. Ал Жәйрем комбинатының дамуы Казцинк компаниясына қажетті кен қорын ішінара толықтыруға мүмкіндік береді. Комбинат қуаттылығы жылына 5 миллион тонна полиметалл кенін қайта өңдеуге шақталған. Құрылыс аяқталғаннан соң жыл сайын шамамен 130 мың тонна мырыш, 60 мың тоннадай қорғасын және 25 тонна күміс өндіреміз деп жоспарлап отырмыз. Жобаның әлеуметтік бөлігі ретінде компания қызметкерлерге оқыту курстарын өткізуде. Яғни жоба іске қосылғанда зауытта қызметкерлер де дайын болады. Меруерт Жақан, Анжела Гарипова, қорытынды жаңалықтар.